Жалпы еліміздің бюджетінің жартысынан көбі осы әлеуметтік салаға бөлінеді деген ақпарат бар, пікірде қалыптасқан. Біздің облысымызда әлеуметтік салаға аз қаражат бөлінбейді. Заң жүзінде бәрі бекітілген стандарттары бар, содан асып салмаймыз. Оларды демек түсінбей келеді де, талапты жаңа болымсыз жерге пышақ ұрады, Мысалы, сіздің басқармаға қарамайтын мәселені шешіп бер деген сияқты мәселені көлденең қойғанда ол шешілмеген жағдай. Әрине, әрбір азамат бізге келердің алдында өзінің проблемасымен келеді ғой. Сол проблемасын басында шешу жолын өзі ойластырып келеді негізі. Осылай жасаймын, қазір басқарма басшысына кірем, бұл кісі ана кісіге звондайды, маған шешіп береді деген сияқты. Сіздердің өздеріңізге психологтар керек сияқты ғой, Әрине, Қандай жұмыстар ол субсидиялар? Жаңағы жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар, күміс жас жобасы. Бұл жерде де проблемалар жоқ емес бар. Біздің жұмыссыздарға көмек ретінде емес, өзінің бір табыс көзі ретінде көргенде жұмыс берушілер бар. Жалпы осы жұмыс барысында шын мәнінде басқарма тарапынан берілетін көмектердің нәтижесін көргенде қандай сезімде боласыз? Сезім деген ерекше ғой ол жерде. Сол жұмыстың нәтижесінде биылғы жылы біз бюджетке 2 миллиард теңге қаражат қайтардық. Табыс көзін мемлекеттің қаражатын жымқыру дейік па, соның алдын алу мақсатында жасалып жатқан шаралар. Армысыз, құрметті көрермен, сіздермен әріптеспен әңгіме атты подкасттың кезекті шығарылымы. Бүгінгі менің әріптес қонағым Абай облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының басшысы Айман Нұрлыбекқызы. Айман Нұрлыбекқызы, студияға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, әлеуметтік сала енді күрделі екенін жалпыға мәлім. Оның ішінде әлеуметтік аз қамтылған топтар бар, жұмыс іздеп келетін азаматтар бар, көп балалы аналар үнемі әкімдікке, соның ішінде сізге барып шағымын айтады, арызын түсіреді деген сияқты. Осындай жүгі ауыр саланы басқару сізге қиын емес пе? Жалпы әлеуметтік сала халық арасында айтылады ғой, алғысынан қарғысы көп сала деп. Оңай емес бұл салада, өйткені жалпы аз қамтылған болсын, мүгедектігі бар азаматтар болсын, немесе көп балалы отбасылар болсын, немесе жұмыссыз азаматтар болсын, бізге келетін ең соңғы мекеме деп айтсам болады. Бар жаққа барып қол ұштарын созып, шешім таппағаннан кейін ең соңғы осы біздің әлеуметтік сала, әлеуметтік басқармаға келіп қызмет алғысы келеді. Әрине бұл ауыр сала. 5 жылдан астам уақыт осы салада қызмет істеп келем. Оған дейін енді экономика саласында қызмет жасағам. Адамдармен тікелей байланыста болмағам 14 жылдан астам. Бірақ енді осы 5 жылда бүкіл әлеуметтік саланың қызығы мен шыжығын көрдім десем болады. Әрбір сәттер болады ғой, қолды бір сілтеп кеткім де келеді. Кейбір сәттерде жарайды, осы жерде мен керекпін. Әрбір адам осы сәтте болғаны ол тек өзінің қалауы емес, мүмкін де бұл мұқтаж жандарға осы жерде менің көмегім қажет шығар деген, қалай айтсам, өзім көмегім керек шығар деген оймен қалатынымда болуы мүмкін. Еңбек демалысына шығып келгеннен кейін қайтадан өз жұмысымызға сағына келеміз. Жалпы осы жұмыс барысында шын мәнінде басқарма тарапынан берілетін көмектердің нәтижесін көргенде қандай сезімде боласыз? Сезім деген ерекше ғой ол жерде. Бір нәтижеге жеткен кезде әрбір азамат бір өзінің мақсатына жетіп, немесе бір жерде жақсы жағдайға, тұрмыстық деңгейге жақсы жағдайға ауысқаннан кейін келіп алғысын айтатын кездерде болады. Сол кезде қуаныш деген керемет қой. Адамның алғысын алу деген бір керемет эмоция беретін сәт. Яғни көптің бәрі жаңағы көңіл толмай шулай бермейді дейсіз ғой, рахметі де бар. Рахметі де бар. Жалпы халықпен тікелей жұмыс істегеннен кейін жаңағыда айтып жатсыз ғой, өте ауыр деп. Осы азаматтардың көбінде, әсіресе біздің облыстың тұрғындарының шағымы қай мәселелерде көбірек кездеседі? Шағымы көбінде бізге келетіні сол әлеуметтік қолдау, қаражат, ең бірінші мәселелер, отбасылардың табыс деңгейінің аз болуы, немесе көбінде жұмыссыз азаматтар да келіп жатады. Енді шағым дегенде тек осы бізде ең көп шағым түсетін бұл атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудан бас тартқан кезде. Ең көп шағым түсетіндері.
Тағы бір бағыт бұл бізде мүгедектігі бар азаматтарға өзінің мүгедектігіне байланысты берілетін өзінің алгоритмі бар ғой. Сол бойынша біз қызмет көрсетіп, бірақ оның ойында басқа қызметтер алу. Өзінің қалауындағы қызметті алмаған жағдайда шағым түседі. Алайда енді біздің әлеуметтік сала, жалпы жұмыспен қамту саласы барлығының өзінің қағидалары бар. Заң жүзінде бәрі бекітілген, стандарттары бар, содан асып түсе алмаймыз. Оларды демек түсінбей келеді де, талапта болымсыз жерге пышақ ұрады. Мысалы, сіздің басқармаға қарамайтын мәселені шешіп бер деген сияқты мәселені көлденең қойғанда ол шешілмеген жағдай. Әрине, әрбір азамат бізге келердің алдында өзінің проблемасымен келеді ғой. Сол проблемасын басында шешу жолын өзі ойластырып келеді негізі. Осылай жасаймын, қазір басқарма басшысына кірем, бұл кісі ана кісіге звондайды, маған шешіп береді деген сияқты. Бірақ енді заң жүзінде түсіндіре бастаған кезде ол түсінбеуі де мүмкін. Өйткені оның қалауы бөлек. Сондықтан да бар ондай ақпаратты қиын қабылдайтын, түсінбейтін азаматтар да бар біздің салада. Сондықтан максималды түрде былай қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамыз. Жаңа мәселемен келетіндердің көбі жұмыссыздар деп қалдыңыз ғой. Жалпы жұмыссыздық бұл біздің өңірге ғана тән емес, елімізде де бар проблема. Оны енді Абай облысы одан тыс қалмайды ғой. Дегенмен бізде шынымен де жұмыс орындары жоқ па, ашылып жатқан, әлде жұмыс істегісі келмейтіндер де бар ма? Негізі жұмыс орны бар. Жұмыс жасайын деген азаматқа жұмыс бар. Бірақ та қалай айтсам болады, күнделікті бізде бос жұмыс орындары облыс бойынша күнделікті бізде еңбек KZ порталында жарияланып отырды. Ол жерде қазіргі таңда бүгінгі күні 3600-ден астам бос жұмыс орындары бар. Енді оның тең жартысы уақытша жұмыс орындары. Бірақ алайда әрбір азамат сол жердегі берілген бос жұмыс орындарына еңбек ақысына қанағаттанбайды. Немесе жұмыс талабына. Төмен ба сонда Жалақылары ол жерде 85 мыңнан бастап 570 мыңға дейін бар. Бұл жерде қара жұмысшыдан бастап бір мекеменің басшысына дейін бос жұмыс орындары бар. Жұмыс істейін деген азаматқа әрдайым жұмыс табылады, бірақ алайда біздің халықтың арасында енді осы саламен тығыз байланыс жұмыс жасап жатқаннан кейін өздері келгенде сөздерін ақ білініп тұрады. Жұмыс жасағысы келіп тұрған жоқ, тек қаражат үшін келген азаматтар да бар. Оның ішінде тек әйел адамдар ғана емес, ер адамдар да бар. Сондықтан да сонда қалай жұмыс істегісі келмейді, бірақ бізден атаулы әлеуметтік көмек алғылары келеді, немесе жұмысқа бармай бір еңбек ақылары алғылары келеді. Өздерінде бір қалай айтсам, жаңа айттым ғой, өз ойдарымен келеді деп. Сол кезде бізге неше түрлі ұсыныстар жасайды. Сіз мен мына жаққа жұмысқа тіркеппеңіз, бірақ мен жұмысқа бармайын дейтін де азаматтар келеді. Сондықтан да біздің салада неше түрлі азаматтар келеді. Ондай проблемалар тек біздің облыста ғана емес. Сіздердің өздеріңізге психологтар керек сияқты ғой, да? Әрине, өткен жолы бір біздің АДГС келген кезде, бір жиналыс өткізген кезде мен айттым ғой, біздің мемлекеттік қызметтерін өздеріне бір әлеуметтік қолдау қажет деп. Өйткені жұмысы ауыр, содан кейін қалай айтсам, мемлекет тарапынан қолдау жоқ па, әрбір қызметкер өзінің бір қорғау, не чувствуйте защищенным. Сондықтан да олар қазір таңда тіпті азаматтарға артық ақпарат айту немесе ақпарат бір беруден бас тартып отырады. Өйткені ол болашақта өзіне басқаша қайтып айналып келуі мүмкін. Осы жұмыс жою мақсатында бұрынғы жұмыспен қамту дейді, қазіргі мансап орталық ашылған. Осы орталықтың тиімділігі сезіле ме жалпы қоғамға, өздеріңізге, басқармаға? Қандай оның тиімділігі? Жалпы жұмыспен қамту біздің жаңағы ол қазір еңбек мобильдік орталығы облыстық деңгейде. Барлық қала аудандарында, аудан орталықтарында бұл жерде мансап орталықтары деген филиалдары бар. Басында бұл жұмыспен қамту орталықтары болып тұрған, бұл тікелей қала және аудан әкімдіктеріне бағынып отырған. Бірақ еңбек министрлігінің шешімімен 2023 жылы бұл облыстық деңгейге көтеру шешімі қабылдаған. Жалпы бұның ең түпкі ойлары республикалық деңгейге көтеріп алып кету негізі. Бұл жерде
әрине мансап орталықтың әрбір қызметкерін өзінің осы жұмыссыздыққа, сосын осы атаулы әлеуметтік көмекке, сосын көші-қон бағдарламасына үлестері, пайдалары көп. Әрбір азаматпен тікелей жұмыс жасау, толыққанды қызметті онлайнда, офлайнда форматта көрсету. Сонымен қатар қазіргі таңда тек жұмыссыздарға ғана емес, сонымен қатар жұмыс берушілерге де қандай мүмкіншіліктері бар, қандай ақпараттық жүйеде жұмыс жасау керек, еңбек кодексінің нормаларын әрбір жұмысшы қалай орындау керек деген сияқты ақпараттық жүйеде қалай жұмыс жасау керек түсіндіру жұмыстарын өткізіп отырады. Бұл жерден де еңбек мобильдік орталығында бірнеше бөлімдер бар. Жаңа өзімді айтып кеттім ғой, көші-қон бөлімі деген сияқты жұмыс берушілермен жұмыс жасау, немесе жұмыссыздармен жұмыс жасау, жаңа атаулы әлеуметтік көмек бойынша қызмет көрсету бөлімдері. Енді үлесі көп десем болады, өйткені әрбір жұмыс берушіде қандай бос жұмыс бар екенін осы біздің мансап орталықтар біліп отырады. Немесе қай жерде жұмыс беруші қанша адамды қысқартып жатыр, немесе болашақта қанша бос жұмыс орны болады, немесе қанша жаңа жұмыс орны ашатын осы мансап орталықтар ең бірінші біліп отыратын мекемелердің бірі. Осы жұмыс орындарына арнайы бұрын еңбек жәрмеңкелері өтетін еді. Бізде өте ме жалпы? Биыл 25-ші жылы Ақмола облысында облыстық деңгейде, аудандық деңгейде қанша осы жәрмеңкелер? Жалпы жәрмеңкелер бізде Семей қаласында аптасына бір рет онлайн және офлайн форматта өткізіліп отырады. Қала және аудан әкімдіктерінде айына бір рет. Облыстық деңгейде жәрмеңке бізде еңбек күніне қарсаңында өткізілді. Өздеріңіз білген боласыздар, Әуезов алаңында. Бұл облыстық деңгейде өткізілді. Біздің еңбек ардагерлері, сосын еңбек жолына қатысқан азаматтарды осы шара барысында халыққа көрсетіп, қандай қызмет атқарып жатқаны бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарында бірқатар бос орын жәрмеңкелерінде алып жүреміз. Жалпы бос орын жәрмеңкелері бізде тұрақты түрде жыл көлемде қазіргі таңда 200-ден астам бос орын жәрмеңкесі өткізілді. Еңбек министрлігінің осы сонымен қатар еңбек KZ порталында таңда деген бағыты бар. Осы таңда порталында да онлайн бүкіл Қазақстан бойынша бос орын жәрмеңкесі өткізіліп отырады. Мынау Абай облысында 23 мыңнан астам жұмыс орны ашылған деген мәлімет бар биыл. Көп жағдайда осылай үлкен цифрларды айтқанда халықтан сенімсіздік туындайтын себебі тұрақты жұмыс орны мен уақытша жұмыс орны деген ара жігін көп жағдайда ажырата алмайды адамдар. Соны түсінікті тілмен айтып беріңізші. Уақытша жұмыс орны деген не? Ол қанша уақыт? 5 ай ма, 3 ай ма, әлде 5 жыл ма деген сияқты. Тұрақты жұмыс орны деген қандай? Уақытша жұмыс орны дегеніміз, бізде биылғы жылы 24 мыңнан астам жұмыс орны құрылды, бірақ оның ішінде жұмысқа тек құрылды ғана емес, сонымен қатар орналастырылды деп айтсақ болады. Енді уақытша жұмыс орындары дегеніміз, ол бізде мансап орталықтары арқылы көрсетілетін субсидиялы жұмыс орындары. Ол биылғы жыл бізде 6 бағыт болып жүргізілген. Қоғамдық жұмыс, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орындары, ұрпақтар келісімшарты, сосын күміс жас жобасы, сосын әлеуметтік жұмыс орындары, сонымен қатар мүгедектігі бар азаматтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындары құрылады. Бұл жерде енді жұмыс уақыты әр бағытқа байланысты. 1 жылдан 3 жылға дейін. Бұл жерде уақытша және субсидияланатын деп аталуына байланысты бұл мемлекет тарапынан берілетін еңбек ақының бір пайыздық мөлшерлемелі мемлекет тарапынан төленіп отырады. Сондықтан да оны уақытша және субсидиялы жұмыс орындары деп аталады. Сонымен қатар бізде уақытша жұмыс орындары бұл жазғы кезінде құрылатын жұмыс орындар. Сезонный деп атап жатады ғой. Олар да уақытша, маусымдық жұмыс орындары, олар да уақытша. Олар 3 айдан 1 жылға дейін көлемде болуы мүмкін. Ол жерде келісім шарттарында да жұмыс беруші мен жұмыссыздың арасында еңбек шартында да көрсетіліп отырады уақытша жұмыс орны деп. Ал тұрақты жұмыс орны ол енді толыққанды үздіксіз қызмет жұмыс жасау, және бұл жерде еңбек ақын толыққанды жұмыс беруші төлейді. Ол тұрақты жұмыс орны деп аталады.
23 мың жұмыс орны құрылды деп отырмыз ғой. Осы жоспарды сіздер өздеріңіз жасайсыздар ма облыста, әлде орталықтан, үкіметтен, министрліктен келе ме? Негізі өңірлік жұмыспен қамту картасы жыл сайын желтоқсан айынан бастап бекіту бойынша жұмыстар жүргізіледі. Бұл жерде өңірлік жұмыспен қамту картасының әрбір көрсеткіші еңбек министрлігімен келісіледі. Бұл жерде бірнеше бағыт бойынша жұмыстар атқарылады. Бұл біздің инвестициялық жобаларға, жұмысқа орналастыру. Сонымен қатар біздің жаңа субсидияланған жұмыс орындарына жұмыспен орналастыру. Содан кейін біздің президентіміз тапсырмасына сәйкес 10 мың адамға 100 жаңа жұмыс орнын бағыты бойынша. Сонымен қатар ол біздің қайтарымсыз гранттар, жаңа ауыл шаруашылығы басқармасы арқылы өтетін ауыл аманатты микрокредиттері және де экономика басқармасы арқылы өтетін бұл дипломмен ауылға бағдарламасы. Осы біздің өңірлік жұмыспен қамту картасына бекітіледі. Енді жыл көлемінде инвестициялық жобалар бекітілуіне байланысты, бюджеттен қаражат бөлуіне байланысты, немесе қандай да бір инвесторлардың тартуына байланысты бекітіледі. Қалған енді 100 жұмыс орны 10 мың халыққа деген, ол жерде енді өзінің есептеулері бар, нормалары бар. Соған байланысты жүргізіледі. Қалған субсидияланатын жұмыс орындарымыз біздің бюджетімізге байланысты. Бұл жерде тек республикалық бюджеттен емес, облыстықтың бюджетіне де байланысты. Келесі жыл енді 3600-ден астам адамды осы субсидияланған жұмыс орындарына қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Ал мемлекеттік гранттар бұл да біздің бюджетке байланысты. Енді келесі жылы да биылғы деңгейде 204 грант береміз деп жоспарлап отырмыз. Былтырда сіз басқарма басшысы болдыңыз, желтоқсан айында мысалы 25-ші осы биылғы жылға қанша жұмыс орнын ашу жоспарладыңыздар? Ол жерде 22 мың жұмыс орны болды. Биылғы жыл динамикасын көрсетіп отырмыз. Жалпы бұл жерде Абай облысы құрылғаннан бастап субсидияланған жұмыс орындар, инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастыру. Біздің енді облысымыз жаңа құрылды, жаңа жобалар, бюджеттік жобалар болсын, жаңа инвестициялар тартуына байланысты, жаңа жобалардың көп болуына байланысты бізде инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастыру деңгейі өсіп отыр. Сонымен қатар биылғы жылы бізде субсидияланған жұмыс орындарына 6 мыңнан астам азаматты жұмыспен қамтып отырмыз. Бірақ енді бұл уақытша жұмыс орны болғаннан кейін әрбір бағдарлама бағыттың өзінің қалай айтсам нәтижесі болу керек қой. Біздің субсидияланған жұмыс орындарынан кейін жұмыс беруші бұл азаматтарды жұмыспен қамту міндетті толыққанды. Бірақ кейбір азаматтар көп жағдайда орындалмай жатыр. 70%-ға дейін енді орындау міндетті, өзіне жұмыс қалған азаматтардың 70% тұрақты жұмыспен қамту. Бірақ ішінде орындамайтын жұмыс берушілер де болады, бірақ ол тұрақты жұмысқа орынға бармайтын жұмыссыздар да болады. Өйткені кейбір азаматтардың қалыптасқан ойлары, мен мемлекет тарапынан еңбекақы алу керекпін деген. Оның еңбекақысы 90 мың теңге болып тұрса да, мемлекет тарапынан жұмыс беруші 130 мың берем десе де, ол кісі ол жаққа бармайды. Ондай азаматтар бар. Ол жерде қазіргі таңда 1500-ден астам азамат бар. Жұмыс берушіге тұрақты жұмыс орнына бармайды. Мен тек осы мемлекеттен субсидияланған жұмыс орнына барғым келеді деген. Енді әрбір адамның өз таңдауы, бірақ осындай кездерде жұмыс беруші біздің нормаларды, қағидаларды бұзған болып саналмайды. Бізге енді инвесторлар келіп жатыр шетелден де, компаниялар келеді үлкен жобаларға. Сондай жағдайда жергілікті халық тарапынан бір көңіл толмаушылық біліп жатады постоянно. Мысалы, жергілікті азаматтар неге жұмыспен қамтылмайды, неге шетелдіктер көп жұмыс істейді деген сияқты. Осының ара-жігін түсіндіріп айтып беріңізші. Мысалы, бір талаптар болады ғой, жергілікті мамандар осындай пайыз, жаңағы шетелдік компанияның, шетелдіктердің жұмыс істейтін мамандар осындай пайыз деген. Жалпы шетелдік жұмыс күшін тарту деген ол біздің басқарма арқылы жүзеге асатын мемлекеттік қызмет. Әрбір жұмыс беруші, оның да өзінің қағидасы бар, заңы бар деген сияқты. Әрбір жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін тартардың алдында ол біздің қағидаларға сәйкес қызметтерді атқару керек. Біріншіден, ол біздің өзіміздің өңіріміздің, Қазақстанның азаматтарын жұмыспен қамту керек. Жалпы әрбір жұмысқа қабылды должность дейміз ғой. Әрбір должностьқа байланысты өзінің пайыздық мөлшерлемесі бар.
мөлшеріміз ол 50%-дан 70%-ға дейін қазақстандық азамат болу керек деген нормалары да бар. Ондай нормалар сақтамаған жағдайда бұл мекемелер шетелдік жұмыс күшін тартуға мүмкіндікшілер болмайды. Әрине қазіргі таңда бұл рұқсатсыз жүрген шетелдік азаматтарда жоқ емес, бар елімізде. Енді көбінде ол құрылыс саласындағы, құрылыс саласындағы, оларды көбінде осы біздің көші-қон полициясы осы азаматтармен жұмыс жасайды. Депортация болсын, немесе жұмыс берушіге заң жүзінде сот шешімімен заңсыз түрде жұмыскерлерді тартты деген шешім қабылдаған жағдайда біз ол азаматтарды қара тізімге енгіземіз. Содан кейін бұл жұмыс берушілер жалпы шетелдік жұмыс күшін тартуға мүмкіншілігі 1 жыл көлемінде болмайды. Біздің енді ақпараттық жүйе бұл шетелдік жұмыс күшін тарту ақпараты Қазақстан бойынша интеграция жүргізілген. Әрбір облыста бұл жұмыс беруші заң жүзін бұзған болса, немесе заңсыз шетел азаматтарын тартқан болса, ол біздің де ақпараттық жүйеде көрініп отырады. Сондықтан да полиция департаментімен, жаңағы көші-қон департаментімен, сонымен қатар біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті барлығымыз. Бұл заң талаптар қатаң сақталады ғой, қатаң сақталады. Бұл ақпараттық жүйеде әрбір жұмыс беруші туралы біздің ақпараттық жүйеде толыққанды ақпарат бар. Ол мысалы 50%, мысалы шетелдік жұмыс күшін тартуға мысалы 50% норма тұрса, бұл азаматқа қабылдау үшін. Ішінде Қазақстанның азаматы штаттық еңбек порталында 50%-дан асқан Қазақстанның азаматтар жұмысқа қабылданбаған болса, бұл кісіге біз бірден қараусыз өтінімін қайтарамыз. Демек, бұл заң талаптары сақталады. Жергілікті халықтың алаңдауына себеп жоқ, Түсінікті. Жалпы еліміздің бюджетінің жартысынан көбі осы әлеуметтік салаға бөлінеді деген ақпарат бар, пікірде қалыптасқан. Әлеуметтік төлемдердің кеңеюі, көбеюі, халықтың белгілі бір бөлігінде мемлекетке ғана иек арту, масылдық психологиясын қалыптастыру қаупі бар ма? Сіздің пікіріңіз қалай? Жалпы жылда біздің облысымызда әлеуметтік салаға аз қаражат бөлінбейді. 29 миллиардтан 40 миллиардқа дейін жыл көлемінде қаражат бөлінеді. Бұл жерде тек әрбір азаматқа әлеуметтік төлем ғана емес, сонымен қатар жаңағы біздің субсидиялатын жұмыс орындарының қаражатын, еңбек ақысын төлеу деген сияқты. Сонымен қатар біздің басқармаға жалпы әлеуметтік салаға бағынысты 26 мекеме бар. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін мансап орталығы бар. Осы мекемелерді еңбек ақыларын төлеу, адамдарға қызмет көрсету бойынша еңбек ақыларын төлеу, немесе мүгедектігі бар азаматтарға оңалту бағдарламаларына сәйкес техникалық құралдарды сатып беру, оның ішінде кресло-коляска болсын, немесе құлақ есту аппараттары болсын, немесе қыстық және жаздық ортопедиялық аяқ киімдерін алып беру, тіпті жүргектеріне дейін алып беру, соның талік деп айтамыз. Осының бары осы біздің республикалық бюджеттен және облыстық бюджет деңгейінен бөлініп отырады. Бұл жерде енді әлеуметтік төлем деген расында да масылдық қалып келеді. Бұл жерде айта кететініміз бұл атаулы әлеуметтік көмек. Атаулы әлеуметтік көмекті бір күнделікті табыс ретінде көрген отбасылар бар. 2000-ға жуық отбасы бізде жыл сайын осы атаулы әлеуметтік көмекті алып отыратындар бар. Оның ішінде енді кейбіреулерінде себептері де бар. Мысалы, еңбекке қабілетсіз отбасы мүшелерінің болмауына байланысты, мысалы, мүгедектігі бар болсын, немесе денсаулығына байланысты жұмыс жасамау, немесе зейнет жасындағы азаматтар болуы мүмкін. Ал кейбір отбасылар бұл енді табыс көзі ретінде көріп отырған азаматтар да бар. Бірақ енді жылда осы отбасылар Абай облысы құрылғаннан бері атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны азайып келеді. Кем дегенде 800 отбасыға жыл сайын біз азайтып келеміз. Бұл тек бұлардың
қалай айтсам, өмірді сүру деңгейінің немесе табыс көзінің өсуіне байланысты. Кейбір азаматтар осы атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін өздерінің табыс көздерін жасыратындар да бар. Бірақ алайда келесі жылы бізде осы атаулы әлеумет биылғы жылы да трансформациядан өткен өте қатты керемет өзгерістер болды. Келесі жылда бұл атаулы әлеуметке өзгерістер енгізіледі. Жалпы әрбір азаматтың шығысы мен кірісі де есептелетін болады. Мысалы, бір отбасы айына 200 мың табыс тауып отыр, бірақ оның шығысы 400 мың теңге болуы мүмкін. Сондай азаматтарды, бұл енді өзінің табыс көзін жасыру, сондай азаматтарды осы атаулы әлеуметтік көмектен алып шығу. Сонымен қатар бізде мына субсидиялы жұмыс орындары. Қандай жұмыстар ол субсидиялы? Жаңағы жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар, күміс жас жобасы. Бұл жерде де проблемалар жоқ емес бар. Кейбір жұмыс берушілер бұны біздің жұмыссыздарға көмек ретінде емес, өзінің бір табыс көзі ретінде көргенде жұмыс берушілер бар. Биылғы жыл енді біз мониторингтік топ құрғанбыз. Әрбір жұмыс беруші ескертусіз барып, бұл азаматтың жұмыс жасап жүргенін немесе жұмыс жасамай жүргенін анықтау. Суретке түсіреміз, акт жасаймыз сол жерде. Бірінші ретінде біз оған ескерту береміз, екінші ретінде бұл азамат жұмыс орнында жоқ болса, біз келісім шартты бұзамыз. Сол жұмыстың нәтижесінде биылғы жылы біз бюджетке 2 миллиард теңге қаражат қайтардық. Өте жақсы. Келесі жылы бұл бағыт бойынша одан да күрделі өзгерістер болады. Жаңа біздің министріміз, еңбек министрі қаншама өзі ақпарат үстіндегі жұмыстарында халық айтып жатыр. Кейбір облыстарда осы жұмыс берушілер осыны табыс көзіне айналдырды. Қазіргі таңда әкімшілік істер де қозғалып жатыр. Осы бойынша. Соның алдын алу мақсатында қазір біздің қағидалар күрделі өзгерістер енгізіліп жатыр. Келесі жылдан бастап әрбір жұмыс беруші өзінің штаттық кестесіне байланысты ғана осы жұмыссыздарды жұмысқа алу мүмкіндігі бар. Ол енді штаттық кестесінің былай айтқанда 10% ғана өзіне субсидиялы жұмыс орындарын ала алады. Штатында 10 адам болса, әрбір бағыт бойынша бір адам ғана қалу мүмкіндігі бар. Ал енді бізде мемлекеттік мекемелер де осы субсидияланатын жұмыс орындарын қолданады. Енді біздің мемлекеттік мекеме бұл бөлімдер, мемлекеттік қызметте жүргендер тек жастар практикасын алуға мүмкіндігі бар келесі жылдан бастап. Ал білім саласында мемлекеттік тапсырысы бар мекемелер, немесе білім саласында жан басына шаққандағы табыс көзі барлар, медициналық мекемелер біздің субсидияланатын жұмыс орындарды мүлдем алмайды. Өйткені бір мекеме бюджеттен бірнеше бағыт бойынша қаражат алуға тыйым салынған. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, бюджеттік кодексте де өзгеріс енгізілген. Сол бағыттардың бәрін бір интеграцияға жасау, табыс көзін мемлекеттің қаражатын жымқыру дейік па, соның алдын алу мақсатында жасалып жатқан шаралар. Ал сонымен қатар келесі жылы бізде жаңа әлеуметтік төлем дедіңіз ғой, бізде мерекелік күндерге әлеуметтік осал топтағы азаматтарға, оның ішінде көп балалы азамат, аналар, отбасылар мүгедектігі бар азаматтар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері және оған теңестірілгендер, ауған соғысының ардагерлері, соларға жыл сайын өздерінің мерекелік күндеріне бюджеттен қаражат бөлініп отыр. Бір реттік. Бір реттік. Бұл жерде әрбір облыс сөзін шыны керек, жыл көлемінде облыстар бір-бірімізбен бәсекелестік пайда болды. Ұлы Отан соғысының ардагеріне біз 24-ші жылы 2 миллион теңге қаражат бөлеміз деп республикаға жария салдық. Сол кезде басқа облыстар 2,5 миллион теңге береміз деп шықты. Биылғы жылы да 5 миллион береміз деп бір облыс шыққаннан кейін барлық облыстар 5 миллион беруге тырысты. Ол жылдың басында жоспарланбайды. Ол жерде шек жоқ қой. Шек жоқ. Әрбір облыс өзінің бюджетіне байланысты белгілей беретін. Бірақ енді осы
қыркүйек айындағы біздің президентіміз жолдауынан кейін еңбек министрлігі қазір қолға алып отыр. Бұл жерде енді әлеуметтік төлемдер тек адамның тұрмыс деңгейіне байланысты ғана берілетін болады. Бұл отбасы ондай төлемге мұқтаж болмаса, бұл көмектер оларға көрсетілмейді. Мысалы, Отан соғысының ардагерінің шөбересі ірі бизнесмен, олар мұқтаж емес, оларға берілмейді. Ол енді Ұлы Отан соғысының ардагері өзінің шөбересімен бірге тұрған жағдайда ғана отбасының табыс көзіне есептеледі. Ал өзі жалғыз болған жағдайда ол табыс көзінен. Енді бұл жерде Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне қандай да бір шектеу қойылады деп ойламаймын. Бұл жерде тек көп балалы аналар, мүгедектігі бар азаматтар, өздері жұмыс жасай алатын мүгедектігі бар азаматтар енді 3 топқа бөлінеді ғой, бірінші, екінші және үшінші топ. Үшінші топ жалпы бізде жұмыс жасай алатын топ. Сондықтан да мүгедектігі бар азаматтардың ішінде де табыс көзі өте жоғары отбасылар бар. Сондықтан да осы төлемдердің барлығы әрбір отбасының тұрмыс деңгейіне байланысты берілетін болады. Енді мемлекет тарапынан да айтылып жатыр ғой, масылдық психологиясынан арылу туралы. Біздің облысымызда осы биылғы жылы қанша адам шын мәнінде әлеуметтік көмектен шығып, өз бетімен күн көру деңгейіне жетіп, өз қолы өз аузына жетті деп айта аламыз. Енді атаулы әлеуметтік көмектен бірі шығып жатса, бірі кіріп жатады. Жалпы бізде жыл көлемінде өткен жылда, биылғы жылы да 800-ден астам отбасы, енді бүгінгі таңда 875 отбасы бізде атаулы әлеуметтік көмектен шығып, өзінің табыс көзін артқан отбасылар бар. Бірақ та бұл атаулы әлеуметтік көмек біз енді қиын жағдайға тап болған кезде осы қиын жағдайды өткеру үшін ғана берілетін, әрбір 90 сайын ғана берілетін көмек. Сондықтан да бұл жерде бүйтіп асырып салып, бұл отбасы табыс көзі артты, жақсы тұрмыс деңгейіне ауысты деп айтуға да нақты да айта алмаймыз. Өйткені ол ертеңгі күні немесе бір айдан кейін қайтып келуі мүмкін. Жұмысынан айырылуы мүмкін, жұмыстан шығарып тастауы мүмкін, немесе өзі жұмысқа бармай қоюы мүмкін деген сияқты. Немесе мүгедек азамат болып қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде әрбір отбасының өзінің жағдайына байланысты тағайындалады. Енді осы атаулы әлеуметтік көмекке АСБ-ға тәуелділіктен арылту үшін қандай мемлекет шаралар қолданып жатыр? Атаулы әлеуметтік көмектен айыру бойынша енді біз жаңа айттым ғой, 2 түрі бар, бұл атаулы әлеуметтік, шартсыз және шартты деген. Енді шартсыз дегеніміз ол жаңағы отбасы мүшелерінде жұмыссыз азаматтар, еңбекке қабілетті азаматтардың болмаған жағдайда бұл кісілерге атаулы әлеуметтік көмек учаскелік комиссияның шешімімен тағайындала береді. Ал енді шартты дегеніміз бұл отбасы мүшелерінде жұмысқа қабілетті, жұмыс істей алатын азаматтар болса, олар жұмыс істеу міндетті. Бұлар жұмысқа, мысалы біз мансап орталықтар, бұлар жұмыспен қамтыған жағдайда 1 ай көлемде жұмыс жасап, жұмыстан шығып кеткен жағдайда атаулы көмек тоқтатылады. Содан кейінгі атаулы әлеуметтік көмек алушыларға мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант беріледі. Бұл да енді әрине комиссия шешімімен, ол өзінің жобасын комиссияның алдында қайтып қорғауына байланысты, және де ол адамның бұл бір бизнес идеяны алып кету өзінің қабілетіне байланысты. Әрине мемлекет тарапынан бұл атаулы әлеуметтік көмек алушыларға, негізі бұл атаулы әлеуметтік көмек алушыларға мемлекет тарапынан өте көп қолдаулар көрсетіледі. Жалпы кейде ниетті де іске қосу керек дейсіз ғой, да? Әрине, әрбір адамның өзінің ниетіне байланысты. Жұмыс жасағысы келмейтін адам жұмыс жасамайды. Мысалы, қазіргі таңда біздің еңбек ақымыздың мөлшерінде атаулы әлеуметтік көмек алып отырған отбасылар да бар. Ештеңе істемей, үйде отырып, бала бағып. Кейбір азаматтар бар, өзіңіз көріп жүрсіз ғой, бізде әкімдіктің алдына келіп отырады ғой. Мен жұмыс жасай алмаймын, мен балаларым қарау керекпін, балаларым бағу керекпін, уақытым жоқ деген сияқты айтады. Бірақ біздің әкімдікке келіп таңертеңнен кешке дейін отырған уақыттар бар ғой. Сондықтан да бұл әрбір азаматтың өзінің ниетіне, құлшынысына, қандай сапада өмір сүргісі келетін әрбір азамат өзі таңдау керек. Масылдықтың, енді бұл да болса масылдықтың бір түбіне жететін шығармыз болашақта. Өйткені қазіргі таңда енді атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны азаюына байланысты әрбір азамат менің ойымша түсініп келеді. Біз өзіміз үшін сүру керекпіз.
өзіміздің отбасымызды асырау керекпіз, қандай деңгейде, қандай сапада өмір сүру, ол өздері таңдайды және өздерінің шешімдері. Әлеуметтік салаға бюджеттен жаңа 20 қаншадан 43 миллион Иә, миллиардқа дейін 29 миллиардтан 43 миллиардқа дейін бізде бюджеттен қаражат әңгіменің бөлінген. барысында айттыңыз, біздің жұмыс алғыстан гөрі қарғысқа көбірек жақын деп. Сіз өзіңіз азаматтық көзқарасыңыз бюджеттің көбею арқылы алғыс алғанын жақсы көресіз бе, әлде атаулы әлеуметтік көмектен азаматтарды шығарып жол бағыттап, қатты болса да оларға жол сілтегенге қай жағына өзіңіз азаматтық көзқарасыңызды айтыңызшы? Негізі жалпы шындыққа келетін болсақ, енді мен қол астымда істеп жүрген бәрі азаматтар біледі ғой, мен мемлекеттің ақшасын үнемдегенді жақсы көремін. Қанша жиналыстар өткізсем де әрдайым айтып отырамын өз мамандарыма, бұл мемлекеттің ақшасын өзіңіздің қалтаңыздағы ақшаңыз сияқты жұмсау керексіздер деп. Сондықтан да жаңағы мониторинг топтарды құру, немесе атаулы әлеуметтік көмек алушылардың да үйлеріне барып тексеріс жүргізу, жаңа субсидиялардың жұмыс орындары, немесе біздің гранттарды алып отырған азаматтарға мониторинг топ құрып, осыларды жіберіп отырғанымызда осы мемлекет бюджетінің үнемдеуі. Жаңа айтып отырмын ғой, 2 миллиардқа жуық қаражатты бюджетке биылғы жылы қайтарды. Бұл енді біздің әлеуметтік салада Абай облысы құрылғалы онша қаражат бюджетке қайтарылмады десем де болады. Келесі жылда бұл бағытта жұмыс жалғастырамыз. Жалпы әлеуметтік салаға бөлінетін қаражатты қарқынды түрде түсіру, азайту, ол жалпы бүкіл мемлекеттік қызметкерлердің бұл қалай айтсам, қағидасы сияқты болу керек па? Иә, біз халыққа қызмет етеміз, алайда мемлекеттің де бюджетін үнемдеп дұрыс жұмсау керекпіз. Енді қаншама миллиардтап бізде міне атаулы әлеуметтік көмекке қаражат кетіп жатыр, иә, басқа да әлеуметтік төлемдерге кетіп жатыр. Сол қаражатқа үй салуға болады, сол қаражатқа мектеп салуға болады, немесе спорттық кешендер салуға болады. Қазіргі таңда бізде тапшы болып жатқан салалардың бірі ғой. Жалпы біздің мына мүгедектігі бар азаматтарға да қызмет көрсету орталықтарын салуға болады ол қаражатқа. Ол қазіргі таңда мұқтаж жандар. Оларға сондай қызметтер керек, және де сапалы түрде, заман қарқынына сай, жаңа оңалту құралдарымен қамтамасыз етілген мекемелермен қамтамасыз ету біздің ең басты мақсатымыз. Оңтүстіктен солтүстікке деген серпін бағдарламалар болатын еді бұрын. Біздің облыс жаңадан құрылды. Оңтүстік өңірлерден келіп жатқан отбасылар бар ма, әлде ол тоқтап қалды? Иә, ол бізде ерікті қоныс аудару деп аталады. Ол тек оңтүстіктен емес, тек сонымен қатар біздің қандастардың да елге оралуы. Енді бұл бағдарлама, енді мен осы әлеуметтік салада жүргелі ол бағдарлама бар. Қарқыны төмендеген емес. Жыл сайын мемлекет тарапынан берілетін субсидиялар өсуде. Жыл көлемінде бізде жыл сайын 450-500-ге жуық азаматтарды көшіріп алып келіп отырмыз. Оның ішінде тең жартысы қандастар. Биылғы енді жылға біздің 455 адамды көшіріп алып келу жоспарда болған. Жаңа біздің мансап орталықтары, жаңа еңбек мобильдік орталықтарын басты бағыттарының бірі десем болады. Олар оңтүстік өңірлерге шығып, біздің облысымызды жариялап, реклама дейміз ғой, реклама ретінде көрсетіп, қандай біздің облыстың ерекшеліктері бар, не үшін көшу керексіздер деген сияқты реклама жасап, жыл сайын 6-7 өңірге барып біз облысымыз таныстырамыз. Енді бұл жерде де өзінің ерекшелігі бар. Оңтүстік өңірдегі азаматтар енді жылы жаққа үйренген. Жаз кезінде келеді, көктем кезінде келеді, жаз кезінде келеді, жақсы, бәрі ұнайды, қызметтерін жасайды, жұмыстарын да қамтамасыз етеміз, балаларын балабақшаға орналастырып, мектепке орналастырып деген сияқты жұмысқа орналастыру шараларын бәрін жүргізіп отырамыз. Бір қыс келген кезде көбі қайтып кетіп жатады. Біреулері ерікті түрде, енді бізде өзіміздің де талаптарымыз бар ғой, көшіп келгеннен кейін, мемлекет тарапынан қолдау шараларын алғаннан кейін, оның ішінде бюджет қаражатын алғаннан кейін, бұл азаматтар бізде 5 жыл көлемінде жұмыс жасап тұру керек. Бірақ кетіп қалып жатқан жағдайда олар қайтару міндетті. Оның ішінде ерікті түрде қайтаратындар да бар, сот шешіммен де қайтаратындар бар. Кейбіреулері қайсысы көп? Көбінде сот шешіммен.
адамдар жаңағы бізде көшіп келген үшін әрбір отбасы мүшесіне 70 айлық есеп көрсеткішінде субсидия беріледі. Үйді жалға алған кезде 1 жыл көлемінде 15 айлық есептен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін үйді жалға алуға қаражат беріледі. Енді ол оның отбасы мүшелерінің санына байланысты, қандай елді мекенге баруына байланысты. Сонымен қатар бізде үйді сатып алуға бастапқы жарна дейміз ғой. Сол қаражаты беріліп отырады. Ол енді үйді сатып алған жағдайда 50%, бірақ 1160 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Сондай көмек беріліп отырады. Енді бұл азамат өз еркімен қайтатын болған жағдайда, бұл қаражаттардың бәрін 5 жылдың көлемінде қаражаттардың барлығын мемлекет тарапынан қайтару міндетті. Бірақ енді өздеріңіз әлеуметтік желілерде көрген шығарсыздар, республикалық телеарналарға да шықты. Оның ішінде сіңісіп біздің облысымызға да, экономикасына да жалпы дамуына үлес қосып жатқан азаматтар да бар. Оның ішінде тек қандастар ғана емес, сонымен қатар қоныс аударушылар. Соны сұрайын деген, біздің облысқа келген меймандарды жаңағы өзге облыстардан келсін, қандастар болсын, біздің аудандарға қалай бөлесіздер? Аудандарға бөлген кезде бұл азаматтардың өзінің құқысы, қай ауылды елді мекенді таңдау. Біз оңтүстік өңірге барған кезде әрбір ауылдық округін әкімдерін, немесе аудан әкім орынбасарлары, немесе қай елді мекенде жұмыс күші тапшы, мысалы мектеп директорлары да бару мүмкін оңтүстік өңірлерге. Сол жерде өзі ауылын қалай реклама жасайды, соған байланысты ғой әрбір азамат. Кейбіреулері келіп бізге аудандарыңызбен таныстырыңызшы дейтін де фактілер бар. Ол кезде біз өзіміздің көлікті беріп бүкіл аудандарды көрсетіп шығамыз. Мына түрікмен азаматтар бізде Маңғыстау облыстан келіп отырғандар көбінде ауданды солай таңдайды. Аудандарды аралап жүріп, жерін құнары қандай деген сияқты. Немесе қандай көмектері бар, үйлері бар ма, қазір барса қай жерде тұрамыз деген мәселелермен алдын ала толыққанды өзіне ақпарат алып барып қана шешім қабылдайды. Бізде сонымен қатар әлеуметтік тасыр шеңберінде мұнда қандастармен қоныс аударушылар бейімдеу орталығы бар. Негізі ол қандастарға ғана арналған бейімдеу орталығы болып ашылған, бірақ алайда қоныс аударушылар да бар. Өздері елді көріп, жерді көріп, танысып барып қанақ бірақ қоныс аударайық деген. Социализация. Сол қандастарды бейімдеу орталығы осы жерде бір себепкер аудандармен таныстырып, немесе қандастарға олар енді біздің елге келгеннен кейін кириллицаны білмейді, жазуды білмейді, оқуды білмейді. Осы қандастарды бейімдеу орталығы тіл мәселесінде өздерінің орталықтарында үйретіп отырады. Сондықтан да ол жерде жатын орны да бар, 8 адамға дейін күніне қабылдай алады, төсек орнын бере алады. Соны барлық аудандарға көрсетіп, енді әрбір қандас болсын, қоныс аударушы өзі шешім қабылдайды, қандай елді мекенге баруға. Қандай аудандар тартымды бізде? Бізде енді қоныс аударушылармен қандастардың ең көбі бізде Жарма ауданы өте тартымды, Аягөз ауданы, сосын Үржар ауданы. Өткен жылы да Көкпекті ауданы, Маңғыстаудан келген Түркменстаннан келгендерді осы Көкпекті ауданы көп қабылдады мысалы. Енді көбінде біздің қоныс аударушылармен қандастардың бармайтыны бұл орысша аудандарға, орыс тілді аудандарға, көбінде Бородулихаға барғылары келмейді. Сонымен қатар жердің құнары жоқ, мысалы егін егу мүмкіндігі жоқ, немесе қандай да бір дәнді дақылдар егу, немесе бау-бақша егу мүмкіндігі жоқ, Абай ауданына көп қызықпайды. Бұл Абай ауданына тек мал шаруашылығымен айналысатын, малды өсірем, мал шаруашылығында қызмет атқарам деген қоныс аударушылар ғана барады. Биылғы жылда президентіміз жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Біздің өңірде бұл қаншалықты насихатталды, еңбек адамдары жыл қорытындысында қандай үзіктер басымдық берілді? Енді біздің басқармаға қарасты жұмысшы мамандықтар жылдан енді біздің басқармаға бекітілген шаралардың бірі бұл жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бос орын жәрмеңкелерін өткізу. Сонымен қатар еңбек жолы және парыз
Бізде өңірлік және республикалық конкурс дейміз ғой, шаралар бар. Осы жерде біз еңбек жолымен қазіргі таңда республикалық деңгейге Жезкенттегі шахтадан жас маман және жас маманның тәлімгері ретінде екі азамат ұсынып отырмыз. Сонымен қатар темір жолшылар династиясынан, династия дейміз ғой, отбасылары атасынан бастап балаларына дейін осы салада қызмет атқарып отырған отбасыларды ұсынып отырмыз. Өткен жылдары 2 жыл қатарынан осы отбасылық династия ретінде біздің Абай облысы көш бастап келді. Облыстардың деген. Сонымен қатар өткен жылы бізде Восток бройлер мекемесінде лаборантымызды жас маман ретінде республикалық конкурсты жеңіп алды. Енді биылғы жылы еңбек жолы бойынша енді шешім 24 желтоқсанда болады. Өзіміз облыстық деңгейде бұл азаматтардың барын қаражат жағынан да, сертификат жағынан да қолдау шараларын көрсеттік. Официально, қалай айтсақ, ресми түрде оларды құттықтап, шараға шақырып, әкім облысының атынан да алғыс хаттарын беріп табыстадық. Ал енді парызға келетін болсақ, парыз деген ол енді бізде әрине ол жұмысшы мамандықтарына да байланысты, бірақ биылғы жылы біз енді 9-дан астам мекемені бергенбіз республикалық деңгейге. 5 желтоқсан күні оның шешімі шықты. Біздің облыстан қола жүлдегер болып біздің Восток бройлер мекемесі жеңіп алды. Ол 5 желтоқсан күні болған. Еңбек адамдарына ерекше құрмет туралы президентіміз үнемі айтып отырады ғой. Сіз қалай ойлайсыз осы тұрада? Әлеуметтік қызметкер мамандығы жастар арасында тартымды ма, әлде жоқ па? Әлеуметтік қызметкердің өзін алатын болсақ, жастар арасында бұл тартым деп айтылмайсыз. Өйткені біріншіден әлеуметтік қызметкер бұл тек қандай да бір көмек көрсету емес, толыққанды бұл азаматқа қызмет жасау. Әлеуметтік қызметкердің жұмысы тек мүгедектігі бар азамат емес, сонымен қатар өз-өзіне қызмет көрсете алмайтын зейнеткерлерге де қызмет көрсетті. Бұл азаматтардың былай айтқанда жуындырудан бастап қандай да бір тамақтану, жуындыру, қандай да бір шара қатысу, немесе медициналық мекемеге апару бәрі осы әлеуметтік қызметкердің мойнында. Оның ішінде төсек тартып жатқандар да бар. Оларды толыққанды айттым жаңа жуындырып, бұларды қызмет көрсетіп тамақтандыру солардың қолдарында. Бұл өте ауыр жұмыс. Адамдарды көтерудің өзі ауыр деп айтсам болады. Жастардың арасында тартымсыздығы сол біріншіден сол ауыр болғаны, екіншіден еңбек ақының аздығы. Енді біздің әлеуметтік қызметкерлер 180 мың теңге көлемінде еңбек ақы алады десем болады. Енді орташа 180 мың теңге. Одан да аз алатындар бар. Енді оның қызметкерлердің қызмет көрсетіп отырған қызмет алушылардың санына байланысты. Ал жастар сондықтан да келмейді. Былай айтқанда жастар қазіргі таңда мемлекеттік қызметке де келмейді ғой. 180 мың еңбек ақы деп. Болашақта ондай мамандардың орнын қалай толтыруға болады? Жалпы әлеуметтік қызметкерлерді жастармен толыққанды ауыстыра аламыз деп айта алмаймын. Бұл тек әлеуметтік қызметкерлерді осы жағдайдан өткен, осы адамдарға қызмет көрсетіп бір шетін білген азаматтар ғана келеді. Немесе ауылды елді мекендерде көбіне жұмыс көзі жоқ қой. Сондықтан да осы бізде зейнетке осы әлеуметтік қызметкер кеткен жағдайда оның орнына зейнет жасына бір 5-10 жыл қалған азаматтар келіп отырады. Ал жастар мүлдем бармайды. Орташа жалақысы 180 мың деп қалдыңыз ғой. Бұл жұмысты оларды ұстап тұратын негізі жүректің бір мейірім сияқты, жанашырлық, жауапкершілік. Әрбір әлеуметтік қызметкердің өзінің отбасында да сондай азамат бар. Немесе ол мүгедектігі бар азамат,
немесе өз-өзіне қызмет көрсете алмайтын қария, туыстары бар, ағайындары бар деген сияқты. Әрбір әлеуметтік қызметкерде сондай қиын жағдайға тап болған әлеуметтік осал топтағы азаматтар бар. Сондықтан олардың қалай айтсам, сондай адамды қабылдап, оған қызмет көрсетуге қандай да бір жүрегінің жылулығы, мейірімі дейміз, бар азаматтар ғана қызмет атқарады. Ал қандай да бір агрессия беру, немесе ұрсып деген бұл жерде қабылданбайды. Әрине арамызда адамдар кездеседі. Жай ғана даусын көтеріп сөйлеп қалған кезде бізге өтініш келіп отырады ғой. Осы әлеуметтік емес, даусын көтеріп сөйлейді деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде енді кішкене мынандай, қалай айтсақ, қиын. Адам өз-өзін ұстап қалу керек, өзінің эмоциясын контрольда ұстау керек деген сияқты. Сонымен қатар сапалы қызмет көрсету керек. Оған тек былай айтқанда 45 жастан 50 жасқа таяған азаматтар ғана жасай алады. Ал жастар психологиялық тұрғыда бұл жұмысты көтере алмайды. Аймен Нұрбекқызы, уақыт бөліп келгеніңізге, сұрақтарымызға мәнді де мағыналы етіп жауап бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін менімен әңгімелескен әріптесім Абай облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының басшысы Айман Нұрлыбекқызы болды. Эфирде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.